Армысыздар құрметті ұстаздар мен оқушылар. Мектебімізде 14 ақпан және 24 ақпан аралығында қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігінің апталығы өтеді. Апталық барысында сурет байқауы, қабырға газет байқаулары, әдеби кештер, бұрымды қыз, ең үздік шаш өрімі байқауы, ток-шоу, интервью, репортаж, көркем сөз оқу байқауы, эссе байқауы, мақал мәтелдер сайысы өтеді. Келіңіздер, көріңіздер, қатысыңыздар. Соңында марапаттаулар болады. Жүрек сөзін ақ параққа түсірген, жырларынан өмір мәні түсінген, ақиық дара туған ақынсыңдар барлығын, басқаларын сыра сенің көшірмендей келе, біз қазақ тілі мұғалімдері, тіл мамандары, оқушыларымыздың бойына бүкіл жас жүрегімізбен ақындарымыздың шығармашылығын дәріптеуге, қызмет етуге дайынбыз. Тілім менің тірлігімнің айғағы, тілім барда айтылар сыр ойдағы, өссе тілім, мен де бірге өсемін, өшсе тілім, мен де бірге өшемін. Ұстазды алтын діңгекке теңеледім деп, ұлы педагог Ибрай Алтынсарин айтқандай, ұстаздық жолы қызығы мен қиыншылығы мол жол. Сол ұстаздардың арасында дара туған тәрбиелеуде қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімдерінің қосар үлесі зор. Талантты шәкірт дайындап, оқушының ой өрісін, сөздік қорын, лингвистикалық дүниетанымын дамытуда қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімдерінің алға қойған мақсаты. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы демекші, алдарыңызда мектебіміздегі дарынды оқушылардың түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орын алған жетістіктері. Қазақ тілі өмірінде өлеңге, қазақ тілі тамыр жайған тереңге, қазақ тілі болашаққа жетелеп, ұрпақтарды танытады әлемге дегендей, түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындар алып, өз білімдеріңізді шыңдауға сіздерді шақырамыз. Қазақ тіл білімінің іргетасын қалаушы, ұлттың ұлы ұстазы, ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлының биыл туғанына 102 жыл толып отыр. Осы ұстаздарымыздың шығармаларын насихаттап, кейінгі ұрпаққа жеткізу біздің борышымыз. Балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады деген. Халық ағарту ісіне мектеп ашып, кітап бастырып, бала оқытуға арнаған ұлт педагогы Ибрай Алтынсаринге 180 жыл. Кітап адам баласының баға жетпес асыл құндылығы. Білім мен мәдениеттің биік белестеріне жетелейтін тәрбие құралы. Шығыс ойшылы Науаи кітап ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына десе, Абай атамыз танымның бар тамашасы кітаптан. Оған қол жеткізу үшін кітап оқудан жалыға дейінген. Мағыналы сөздерден кітап оқу кез келген тұлғаны дамытудың қайнар көзі екенін түсінеміз. Президентіміз кітап оқу рухани кемелденудің көзі. Қазіргі уақыт секунд сайын жаңарған ақпарат заманы. Алтын уақытымызды пайдалы істерге жұмсағанымыз жөн деген болады. Соған орай сіздерге жас жеткіншектердің қызығы оқитын кітаптарын QR ақпараттық кітап қорымен ұсынып. Қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігінің апталығына белсене қатысуға шақырамыз.